Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағынан ғасыр бұлбұлы атты жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдің ерекшелігін салыстыра талдау, мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілік ерекшелігін салыстыра талдайды, мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексереді, синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізіп редакциялайды, публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды, мәтіндегі сөздерді синонимдік қатарменен ауыстырып тақырыпты шынайы өмірмен байланыстырып редакциялайды. Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын бұлбұл құстың даусының ерекшелігі және де оның түр сипатыменен таныс болайық. Осындай ерекше дауыспенен қабілетке ие әншілерді халқымыз бұлбұл құсқа теңестіріп жатады. Осындай бұлбұл дауысты әншілердің бірі Күләш Байсейітова. Балалар, бізге сұрақ KZ сайтынан алынған Күләш Байсейітова туралы мәтінді мұқият оқимыз. Күләш Байсейітова туралы мәтіндерді кластерге түсіріп, мәтіндегі тірек сөздерге синоним сөздерді қосып айтамыз. Жақсы балалар, біз бұл мәтіннен Күләш Байсейітованың қазақтың аңыз адамдарының бірі екендігі туралы және де оның дауысы қазақ даласындай кең биік ұлттық нақышы айрықша әнші екенін білдік. Енді осы Күләш Байсейітованың өнеріменен таныс болайық. Бейне материалды мұқият бірге тыңдаймыз. Жақсы балалар, Күләш Байсейітованың орындауындағы шығарманы тыңдадық. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Жазылым тапсырмасы: төменде берілген мәтіннен фразеологизмдерді тауып, синонимдерменен алмастырып жазыңыз. Дескриптор: мәтіннен фразеологизмдерді табады, фразеологизмдерді синонимдерменен алмастырып жазады. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Сөз жұмбақты шешіп, айрықша төркөздегі сөзді қатыстырып, сөйлем құрастырып жазыңыздар.
Дескриптор сөз жұмбақты шешеді, тор көздегі сөздерді қатыстырып сөйлем құрайды. Жақсы балалар, енді бүгінгі ғасыр бұлбұлы атты сабағымыздың соңына келіп қалдық. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Берілген сұрақтарға жауап береміз. Бұлбұл құстың басқа құстардан ерекшелігі қандай? Бұлбұл дауысты деген сипаттауды не себепті әншілерге қатысты қолданған? Үйге тапсырма балалар. Қос жазба күнделігі арқылы Күләш Байсейітова туралы мәтіндегі негізгі ұғымдарға түсіндірме жазыңыздар. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.